Сәлем достар! Мен тәрбиеші Гүлбаева Айнұр Байсбайқызы. Ал мен тәрбиеші Ашараева Айгүл Сұлтанқызы. Ал мен Мұстафа тәрбиеші Ибрахим Тепалды. Мен тәрбиеші Өзбекбай Асылзат. Тамаша. Ал енді бала, біз бүгін сендермен біздегі крахмал өнімінің қай тағамда бізде бар екенін тәжірибе жасаймыз. Балалар, қазір біз крахмалды суға салып, бізге керек заттар тәжірибе жасау үшін бізге балалар су керек. Одан кейін йод керек екен. Олай болса қазір осы суға мен крахмалды саламын балалар. Ал сендер болса крахмалды жақсылап тұрып езесіңдер. Ол үшін балалар абай болыңдар. Мінекей мына таяқшамен қазір осы шыныдағы ыдыстағы крахмалды не істейміз? Езіп тексеріп көреміз. Бұлай жасаңдар балалар. Крахмал суда әбден таза еру керек балалар. Жақсылап езіңдер, абайландар. Асықпаймыз. Араластырамыз. Жақсылап араластырғанда, осы араластырып атқанда аузымызға ешқандай артық затты салмаймыз, абай боламыз. Жарай ма балалар? Енді араластырып болдыңдар ма? Енді осы пипетканы аламыз да, абайлап, міне, салау, абайлап, ауызға сап қоймаңдар, абайлаймыз. Қолымды сүріп алайық, қолымды сүріп. Енді қандаш бала, біздегі крахмал қосылған су қандай түске айналды? Қара түске. Яғни біз крахмал өнімінің қай бізде тағамда бар екені қазір мына алдымыздағы тұрған. Мынау не бала? Тағамдармен. Мынау не? Күріштен, нандар, бидай. Бұл ұнтақ жармасы, яғни бидайдан жасалады. Осы заттардың қайсында бар екен, жоқ екен, қазір біз сендерге тәжірибе жасап зерттеп көрейік балалар. Тағамда крахмал болатын болса, біздің неміз балалар тағамымыз мынандай қара түске енеді екен балалар. Олай болса тәжірибе жасайық балалар. Кәне алдымызға аламыз. Енді абайлар, енді пипетканы аламыз қайтадан. Енді ең бірінші балалар күшке тамыз көрейікші кәнекей. Кәне, күш Ибрахим. Енді қараңдаршы балалар, бізде күріш қандай түске айналды? Қара. Өзгерді ме? Өзгерді, иә? Яғни бізде күріш тағамында не бар? Крахмал бар, дұрыс айтасыңдар. Ал енді келесі ұнтақ жармасына тамыз көрейік. Абайлаймыз, ұнтақ жармасы мінекей. Қандай түске айналды? Түсі өзгерді ме? Ұнтақ жармасының түсі қандай түске айналды? Қара түске. Олай болса, бұл тағамда крахмал бар ма екен, бала жоқ па екен? Бар екен, дұрыс айтасың. Ал енді балалар, енді бізде қандай не қалды? Тағам қалды. Сұлы, иә? Сұлы. Енді қазір абайлаймыз сұлыны да зерттеп көрейік. Не істейміз? Суға тамызамыз. Тағы да тамызамыз. Сұлының үстіне тамызамыз. Тағы да тамызамыз. Балалар енді қараңдар. Біздің сұлымыздың түсі қандай түске енді? Қара түске енді. Олай болса сұлыда Крахмал бар екен, дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. Жайсыңдар балалар. Ал енді балалар, абайландар, қолдарын сүртіңдер. Балалар қараңдар, күнделікті біз тағамда пайдаланатын нанымыз, оның құрамында крахмал бар ма екен? Оны да тәжірибе жасап, зерттеп көрейік. Ал балалар, қысамыз. Енді нанға тамыз. Ашамыз. Аш енді. Көтер. Тамаша. Ал енді нанымыздың түсі өзгерді ма? Өзгерді. Қандай түске? Қара түске, көкшіл қара түске айналды, иә? Дұрыс айтып отырсыз. Олай болса, шеті балалар біздің нанда не бар? Крахмал бар екен. Дұрыс айтасыңдар. Қоя ғой. Тамаша. Ал енді балалар, бізде қай өнімде жоқ екен, біздің қай тағамызда қазір майда бар ма екен, жоқ па екен? Енді осы тексеріп көрейік. Пипетканы аламыз, қысамыз, йод алып, тексеріп көреміз. Оны қайда майға тамыз көрейік. Жетіп біздің сағын. Енді қараңдар балалар. Майдың түсі қандай түске енді? Қызыл. Қалай болса, майда крахмал жоқ. Тамаша. Мінекей қайдасыздар балалар. Балалар, көрдіңдер ме? Біз бүгін жейтін тағамымыздың қайсында крахмал бар, қайсында жоқ екен. Не арқылы біледі екенбіз? Йод тамшысы арқылы тексеріп біле алады екенбіз. Ал енді осы крахмалды біз қайдан аламыз? Біздің анамыз үнемі тағамға қосатын картоптан алады екенбіз. Енді осы картопқа да тәжірибе жасап көрейік. Күнделікті ас дайындағанда аналарымыз осы картопты пайдаланады балалар. Сол картопты ашып тура батқанда сендер байқадыңдар ма балалар? Картопта пышақтың ізінде қандай көпіршіктер қалатынын көрдіңдер ме балалар? Көрдім.
Енді осы крахмал өнімін қай өсімдіктен аламыз? Картоп өсімдігінен алады екенбіз.